Ал қаңтар көтерілісінде Шымкенттегі ауруханалардың біреуіне ғана 2 күнде 100-ден аса жараланған адам жеткізілген. Қансыраған жандарды аман алып қалу үшін дәрігерлер тәулік бойы көзілмей жанталастық дейді. Ал өрт сөндірушілер қоршауда қалып, 8 сағат бойы тілсіз жаумен алыстық деп еске алады. Шымкенттегі қаңтар трагедиясын Назерке Үкібасова жеткізеді. Қаңтар оқиғасында Шымкент әкімдігінің айналасы қызыл жалынға боялды. Лаулаған өртті ауыздықтау үшін отпен тәулік бойы алысқандардың бірі Серік Шойманов. Төтенше жағдай қызметкері тілсіз жаумен алысқаннан гөрі жиналған жұрттың тілін табу қиын болды дейді. Себебі ереуілшілер өрт сөндірушілерді өткізбей өмірлеріне қауіп төндірген. Айтамаймын, бетпе-бет алдымызды қоршап, өртті сөндіруге мүмкіндік берген жоқ. Бізге талап қойып жатыр жаңағыдай. Өртті сөндірмеңдер, сендер бізге қосылыңдар, киімдерін шешіңдер, әйтпесе болмаса жаңағыдай өлтіреміз. Қолымызда рациямызды беруді талап етті, астымыздағы жаңағы өрт сөндіру автокөліктерінен түсіңдер, бізге беріңдер деп тартып алуға тырысты. Біз өрт сөндіреміз, сіздерге тиіспейміз, сіздер бізге тиіспеңіздер. Ішінде жаңағы түсінетіндер бар екен. Содан амалдап шықты. Шишамен тас астында қалған қызметкерлер әупірімдеп аман шықтық дейді. Алайда полиция қызметкерлерінің 50 шақты көлігін сақтай алмаған. Тек Қазақ драма театры жанындағы жалынды дер кезінде өшіріп, көрме орталығының жартысын аман алып қалған. Ал нөмірі 1-ші ауруханада 32 жылдан бері ота жасап келе жатқан Талғат Шәуенов болса, оқиғаны еске алудың өзі қорқынышты дейді. Себебі дәліз бір сәтте жаралы адамдарға толып, таңға дейін үзіліссіз жұмыс істеген. Бір мезетте көп мөлшерде жарақаттанғандар түсе бастады. Ол түсіп атқандарына жай халық, оның ішінде бәрі өзіміздің жас қазақтың жігіттері келіп жатқандар. Негізгі келіп жатқандардың бәрі оқ қару жарақатыменен. Сол мезеттегі жаңағы дәрігерлердің еңбегімен атап өткім келеді, себебі олар деген ештеңеге қарамай, тыным таппай еңбек етіп, ешкім шаршадым деп айтқан жоқ. Барлығынша, бар мүмкіндігінше көмек көрсеттік. Бір аурухананың өзіне 2 күнде жаралы 100-ден аса адам түскен. Осылай деген Талғат Шәуенов өкінішке орай олардың арасында жан тапсырғандары да бар болды дейді. Қаңтар қасіретін еске алғанда көздері жасқа толған кейіпкерлеріміз қазақтың басына мұндай трагедия енді келмесінші деп тілейді. Назерке Үкібасова, Илдар Шунусканов, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.